Добрый день. Қайырлы күн, ел байлығы курсына қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Ернұр Айдаркин. Менің аграрлық салада жүргеніме 6 жылдан асты. Соңғы 5 жылда мен Кусто агро компаниясының операциялық директоры болып жұмыс істедім, ал қазір ірі халықаралық компанияда аграрлық саладағы стратегиялық консалтингпен айналысамын. Мен өзімнің кіріспе лекциямда осы курстың құрылымы, қаралатын негізгі мәселелер, спикерлер туралы айтып, жалпы осы курстан не біле алатындарыңызды түсіндіргім келеді. Ел байлығы курсының мақсаты сізге ісіңізді дамытуға септесетін, кәсіпкерлік тәжірибесінен алынған нақты шешімдерді қазақстандық және халықаралық тәжірибені ұсыну. Жалпы Қазақстанның келешекте мал шаруашылығын дамытуға әлеуеті өте зор. Біздің еліміз жайылым көлемі бойынша 5-ші орында. Бұл 180 миллион гектар жер. Осы жердің қазіргі таңда 30%-ға жуығы ғана пайдаланылады. Бұл бізге ет өндіріп, оны Қытай, Ресей Федерациясы, Парсы шығанағы елдері сияқты елдерге экспортқа шығаруға мүмкіндік береді. Етті сәтімен экспорттау үшін уақытылы жеткізу мен сапа тұрақтылығын қамтамасыз ету керек. Бұл істе ең басты, ең маңызды роль атқаратын адам фермер. Өйткені ет комбинаты тек ет мүшелеп, оны қаптап сатумен ғана айналысады. Ал бордақылау алаңы мал семіртуге ғана жауап береді. Ал фермер осы өнімді шығарушы. Бұл жерде мынаны баса атап өту керек. Тұрақты түрде сапалы әрі мол өнім бере алатын фермер қымбат баға белгілеп, басқаларға өз шартын қоя алады. Біздің курсымыз 10 спикер дайындаған 20-ға жуық лекциядан тұрады. Ол спикерлердің арасында әртүрлі палата директорлары, ірі аграрлық компаниялардың жетекшілері, ветеринария мен бизнес тәжірибесінің үздік сарапшылары бар. Курс үлкен 4 блокқа бөлінген. Бірінші блок мал шаруашылығындағы әртүрлі бизнес үлгілері туралы баяндап, оларды Америкада қолданылатын үлгілермен салыстырады. Екінші блок бизнесті нөлден бастау тақырыбына арналған. Осы блог аясында спикерлер өздерінің жұмыс тәжірибесімен құпияларымен бөлісіп, ферманы қалай құрып, көзге шалына бермейтін қандай кедергілерге назар аудару керектігін әңгімелейді. Үшінші блок технологиялық блок. Ол мал шаруашылығындағы технологиялар мәселелеріне арналған. Онда ветеринария, малға егілетін вакциналарды таңдау сияқты тәжірибелік аспектілер, сондай-ақ жануарларға азық пен су беру мәселелері қозғалады. Оған қоса, малды өріске жаюдың қыр-сыры мен ауыл шаруашылығында маңызы зор басқа да технологиялық мәселелер қарастырылады. Және соңғы блок ақша туралы блок. Мұндағы ең басты сұрақтар осы бизнесте қалай ақша табуға болады. Ақшаны қалай дұрыс санау керек. Малды қалай тиімді сату керек. Біздің спикеріміз осы сұрақтарға жауап беріп, малдың бордақылау алаңына қалай қабылданатынын, мемлекет тарапынан мал шаруашылығын қолдаудың түрлері туралы, осы жәрдемді алу үшін құжаттарды қалай дұрыс дайындау керектігін айтып береді. Кез келген бизнесте маңызды 2 элемент бар. Ол сапа тұрақтылығы және тауарды жеткізу тұрақтылығы. Міне, осыларды қамтамасыз ете алатын фермер қашанда өзгелерге өз шартын қойып, барынша тиімді бағаға келісе алады. Бірақ бұндай нәтижеге жету үшін өз ісіңізге шын мәнінде бизнес деп қарауыңыз керек. Өйткені мал шаруашылығы жоғары маржиналды. Яғни, мол кіріс алатын бизнес емес екенін бәріміз білеміз. Дегенмен, бұл ең сенімді кәсіптердің бірі. Осы сенімді бизнес тұрақты кіріс әкелу үшін шығындарыңыз бен түсімдеріңізді нақты біліп, есеп жүргізуіңіз керек. Қайдан ақша табуға болатынын білуіңіз керек. Сондай-ақ түсім өсімі сияқты факторды ескеріп, жоспар жасауыңыз керек. Осы айтылғандардың қыр-сырын аталмыш курс барысында спикерлеріміз тарқатып береді.